Келіп жеткен әз Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Мамандық ол біздің өмірлік миссиямызды табу. Әлемде 40 мыңға жуық мамандық бар екен аға. Соның ішіне бізде 25 мыңы өзінің жыл сайын орындарын ауыстырады екен. Бұл өте тәуекелді десем болады. Себебі біз болашақ 60 жылда, 50 жылда не өзгеретінін білмейміз. 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Олар бағдаршам ғой ересектер бізге. Ал бағдаршам жасамай тұрса, не болады, машиналардың барлығы бір-біріне соқсады ғой. Басқаларға еліктеу. Бағана біреудің өзінің ойының жетіспеушілігі, мысалға, ана пәленше мынау мамандыққа бара жатыр екен, мен де артынан ерем деп. 4 жыл ақшасыз, яғни грантта оқып, басқа бір бөтен мамандықта грантта оқып, 40 жыл ақшасыз жүріп қалудан қорықпайсыңдар ма? Яғни бұл жерде грант оған берілген бір ғажайып бір мүмкіндік сияқты. Грант бұл тек қана түлектердің арасындағы тартыс емес, бір ата-аналар арасындағы тартыс секілді көрінеді кей кезде. Өзіміз қаламайтын мамандыққа сол грантқа түсіп кету арқылы сол мамандықты нағыз қалайтын адамның бір жолын байлағандай болып қаламыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен тағы да қауышып отырғанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Келіп жеткен әз Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын. Ұлтымыздың мерейін өсіріп, бар болмысымызды айшықтататын қасиетті ұлыстың ұлы күні елімізге және де отбасымызға құт пен береке, бақыт пен мереке алып келсін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Подкастымыздың осыған дейінгі шығарылымында біз жалпы МДС жобасы туралы, қоғамдағы мұғалімнің рөлі, сонымен қатар жан-жақты мұғалім және де дамыған орта туралы сөз қозғаған болатынбыз. Ал бүгінгі шығарылымда біз мамандық таңдау және де ондағы мектеп пен ата-ананың рөлі қандай, сонымен қатар жалпы мамандық таңдаудағы көбінесе талапкерлеріміздің жіберетін қателіктері туралы сөз қозғаймыз. Енді подкастымызды бастамас бұрын қонақтармен танысып өтетін болсақ, менің оң жағымда отырған МДС жобасының 1-ші курс студенті, болашақ география пәнінің мұғалімі Абдықалық Тоғжан, және де МДС жобасының 2-ші курс студенті, болашақ математика пәнінің мұғалімі Сержан қызы Аружан апайымыз. Сонымен қатар МДС жобасының 1-ші курс студенті, болашақ математика пәнінің мұғалімі Умарова Наргиз, және де МДС жобасының 2-ші курс студенті, болашақ қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі Жомарт қызы Аружан апайымыз. Жалпы осы бүгінгі тақырып туралы сөз қозғайтын болсақ, мамандық ол әрбір адамның өмірінде өшпес із қалдыратын бір таңдау. Және де осы мамандық таңдау ол бізде бір белгілі бір оқу орнымен және де бір қолыңа диплом алумен ғана аяқталып қалмайды. Ол бізде бір өзіңнің өмірге деген саналы бір қадамыңды жасау және де сол саналы ғұмырымыздың айнасы деп те айта аламыз. Жалпы жүрек қалауымен таңдалған мамандық ол біздің болашақ өміріміздің бір кепілі секілді де, және де ол мамандықтың біз шебері болып, сол мамандықтың асқақ бір шыңына жетеміз. Яғни дұрыс таңдалған мамандық біздің өмірімізде үлкен бір рөл ойнайды деп айта аламыз. Осы мамандық таңдауда ата-ана мен бала өзара ақылдасып отырып, 7 рет өлшеп 1 рет кескені артық деп айтқым келеді. Атамекен Ұлттық палатасының 2019 жылы шығарған статистикалық мәліметтеріне сүйенетін болсақ, бізде жоғарғы оқу орнын бітірген студенттердің 61% өз мамандығы бойынша қазіргі таңда жұмыс жасамайды екен. Енді бұл біздің еліміз үшін де, болашағымыз үшін де өте бір ауқымды үлкен мәселе. Сол себептен де осыған сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Жаңа айтып өттік қой, негізінен мамандық ол біздің өмірлік миссиямызды табу. Біз өмірлік миссиямызды сыртқы факторлардың әсерінен немесе өзіміздің болашағымызды өте күшті ақша жағынан болсын, немесе ата-ананың қалауларын орындау жағынан болсын, өзіміздің ішкі сезімдерімізді, ішкі қалауымызды тұншықтырып қойып қабылдау қаншақты дұрыс, ол біздің өмірлік миссиямыз бола алады ма деген сұрақ келеді осы тұста. Негізінен мамандық таңдауда ақыл мен жүрек, кез келген таңдауда бізде ақыл мен жүрек болады. Ақыл ол қауіпсіздікті, қауіп қатерді алдын алғысы келеді. Ол әрқашан солай болады да. Ал жүрек ол сезім, біздің ішкі шынымен қалауларымыз ғой, негізінен шынымен қалауларымыз ғой. Ақыл мен жүрек екеуі ұштасқан таңдауды таңдауымыз керек. Ақыл ол болашақты ойлайды. Болашақта мен осы мамандықты таңдасам, қанша ақша табамын, мен күн көре аламын ба, мен ата-анама ауырлық салмаймын ба деген сұрақтарға келеді. Ақыл
сондай бір сұрақтарға иә деген жауап табылатын, бірақ өзіне ұнамайтын бір мамандық таңдауы мүмкін. Ал біз жүректі тыңдасақ, жүректе сезім бар, мейірім бар, яғни өз-өзімізге деген мейірімділікті танытамыз да, өзіміздің жанымыз ашу керек мамандық таңдауда. Неге? Ең бірінші біз өз-өзімізге жанымыз ашымаса, бізге ешкім жаны ашымайды, бізді ешкім ойламайды. Біз жүрегімізді тыңдап, өзіміздің ішкі сезімдерімізді тыңдап, біз қалаған мамандықты таңдауымыз керек. Яғни ақыл мен жүректің ұштасқан бір шешімін таңдап, солайна мамандық таңдасақ, біз қателеспейміз, яғни өмірлік өзіміздің миссиямызды табамыз. Осы жерде айтқым келеді, қазіргі таңда бізде әлемде 40 мыңға жуық мамандық бар екен аға. Соның ішіне бізде 25 мыңы өзінің жыл сайын орындарын ауыстырады екен. Енді осы бір 40 мың мамандықтың ішінде өзіміздің бойымызға келетін, темпераментімізге бізге сай келетін мамандықты таңдау біздің өмірімізде ең үлкен бір фактор, өмірлік нанымыз. Осы орайда бізде ешқандай бір қателеспеуіміз керек деген нәрсеге біз тоқталып кетуіміз керек. Жалпы адам өмірінде мамандық деген түсінікті біз 3 кезеңге бөліп қарастырсақ болады. Ең алғашқысы бұл балалық шақ, яғни бала кезде оның тұрып жатқан тұрғылықты мекен жайы, отбасылық, тұрмыстық жағдайына байланысты балаларда бізде мамандықтар түсінік қалыптасады. Мысалы, біз кішкентай кезімізде өзімізді келтіретін болсақ, бір 5-6 жасымызда мен дәрігер болам, мен мұғалім болам деген секілді түрлі ситуацияға, жағдайларға байланысты ой қалыптасады. Яғни бала кезінде ол бір мәселені көреді, сол мәселені ересектердің шешпеуінің кесірінен ол өскен кезде осы мәселені мен шешемін, мен шешетін адам боламын деген ой қалыптастырып алып, өзіне бір мамандыққа бір шектеу қойып қояды. Екінші келесі кезең бұл жалпы біздің өміріміздегі маңызды кезеңдердің бірі жасөспірімдік шақ. Себебі бұл кезеңде біздің өмірге деген көзқарасымыз қалыптасады, біздің ой өрісіміз қалыптасады. Сонымен қатар біздің жаңа айтып өткен алғашқы балалық шақта қалыптасқан түсінік одан әрі дамиды. Осы тұста бізде ең маңызды рөл атқаратын бұл біздің ортамыз, достарымыз. Яғни біздің достарымыз қандай болса, біздің қалыптасқан ойымызда сол тұста өзгереді. Егер жанымыздағы достарымыз жалпы бір өмірге деген көзқарасы бір кішкентай ортамен шектеліп қалмай, үлкен потенциалы жоғары адамдар болса, біз де сол адамдарға ұқсаймыз. Сол секілді, сондықтан біздің жалпы жанымыздағы достарымыз өте маңызды рөл атқарады. Осы балалық жасөспірімдік шақты біз 5-10 сынып, яғни 10-14 жас шамасы деп қарастырсақ болады. Кейінгісі бұл ең шешуші кезең. Барлығымыз білетіндей мектеп түлектері 11 сынып, 16-17 жас. Осы жаста біз кім болатынымызды нақты шешіп таңдаймыз. Яғни біз оқу орнына түсеміз. Оқу орнына түскен кезде біз мамандық таңдау керекпіз. Жалпы жер бетіндегі адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы негізі 70 жылға татиды. Осы біз 16-17 жас дегеніміз бұл 70 жылдың тек қана 4/1 бөлігі. Яғни біз қалған 4/3 бөлігіне, осы 4/1 бөлігінде көрген өзіміздің тәжірибелігімізбен арқылы, өзіміздің 4/1 бөлігінде ғана қалыптасқан ойымыз арқылы 4/3 бөлігімізге біз үлкен бір шешім қабылдау керекпіз. Яғни біз кейінгі 60 жыл бойы менің таңдаған мамандығым маған азық болатындай, мен үшін нан таба алатындай бір мамандық деген мамандықты біз таңдау керекпіз. Бұл өте тәуекелді десем болады. Себебі біз болашақ 60 жылда, 50 жылда не өзгеретінін білмейміз. 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Біз болашаққа тек қана болжам жасай аламыз. Ол болжамның дұрыс-бұрыстығын біз нақты білмейміз де. Сондықтан бұл өте бір маңызды сәт болып табылады. Жалпы мен өз ойымды айта кететін болсам, мамандық ол біріншіден таңдалу керек өзінің әрине өзінің ең бірінші өзінің қызығушылығына байланысты. Екінші жаңағы адамға және осы қоғамға пайда әкелетін бір мамандық болу керек. Үшіншісі бізде яғни өзіне ақша әкелетін, өзіне пайда әкелетін. Төртіншісі ол қызығушылығына байланысты. Яғни оған қызығушылығы жоқ болатын болса, ол мамандықты өмірінің соңына дейін алып бармайды. Жаңа қоғамға пайда әкелетін деп жатырмыз ғой. Жалпы адам болғаннан кейін кез келген адам өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасау арқылы жаңа қоғамдағы оқушылар болсын, немесе бірге жұмыс жасайтын әріптестері болсын, соларға өзінің бір пайдасын тигізу керек. Білімін бөлісу арқылы, немесе көмектесу арқылы, жаңағы мамандығы бойынша өзінің маман екендігін көрсету керек. Осы
жаңа айтып кеттіңіз ғой, біздің мамандық таңдауымызға біз сыртқы факторлардың әсер етеді деп. Осы профориентолог мамандардың берген статистикалық мәліметтеріне сүйенетін болсақ, мектеп бітіруші түлектердің 82% сыртқы сол қоғамның, ортаның бір белгілі бір әсерімен мамандық таңдайды екен. Ол ең алдымен грант. Барлығымыз білетіндей, грант өте қатты ол талапкерлер үшін маңызды рөл ойнайды и мамандықты соған сай таңдайды. Екіншісі ол бізде ата-ананың арманы. Ата-ана өзінің бола алмай қалған мамандығын бір баласы сол жолда болса екен, мен көрмеген жақсылықты балам көрсе екен дейді да, өзінің бір дәрігер болу арманда қалып кетсе, сол баласының дәрігер болғанын қалайды. Ал үшіншісі ол достарым қайда барады, мен де сонда барам деген талапкерлер екен да. Ал төртіншісі болса, ол қоғамда қазір қандай мамандық трендте, сол мамандықты таңдайтын талапкерлер. Яғни барлығы IT саласын таңдап жатса, онда мен де IT саласын таңдаймын, себебі мен аш қалмаймын деген секілді. Немесе барлығы юрист таңдап жатса, ол да барып юрист таңдайды деген секілді. Өз мамандығын, бұл менің арманым, бұл нағыз мен болашақта осы салада өзімді көре аламын деген талапкерлер, ол 18% екен. Яғни 18% талапкерлер болашақ маман болып қалыптасқысы келетін адамдар өзінің мамандығына бір жауапкершілікпен қарайды. Яғни біз бір мамандық таңдаудағы бір немқұрайлылықты байқаймыз да. Осы тұрғыда мамандық таңдаудағы бір қателіктер, немесе мамандық таңдаудағы бір жауапкершілікті сезіну туралы толығырақ айтып кетсеңіздер. Негізі ең бірінші қателік менің ойымша жаңағы ата-ана мен баланың арасындағы байланысқа байланысты. Ата-ана жалпы баланы қашан оған көңіл аудара бастайды? Ең бірінші сабаққа барған кезінде, яғни мектепке қадам аттаған кезінде. Екіншісі жаңағы мектептен түлеп ұшқан уақыт кезінде, яғни 11-10 сыныптар кезінде. Сол кезде көңіл аудара бастайды. Неге? Себебі сол жаңағы 11 сынып пен бастапқы 1 сыныптың арасындағы сыныптарда ата-ана жұмыс деп өзінің балаға деген беру керек құндылықтарын ұмытады, жаңағы күнделікті тұрмыс тіршілікке көп көңіл бөледі. Сол себепті балаларға жаңағы берілу керек мамандық туралы кеңес болсын, қандай да бір көмек болсын, берілетін көмек көзі көрсетілмейді. Бойында ашылмай қалған қабілеттері болады, мысалы өз-өзін танып үлгермейді, себебі баланың даму кезінде бәрібір де ересек адамдардың көмегі керек. Олар бағдаршам ғой ересектер бізге, ал бағдаршам жасамай тұрса, не болады, машиналардың барлығы бір-біріне соқсады ғой. Сол сияқты баланың бойындағы өзіндік қасиеттері, өзіндік орынсыз болады да. Мысалы, өміріне деген приоритетті дұрыс қоя алмау, өзінің қабілеттерін сезіне алмайды, өзінің бойында қандай қабілет бар екенін ол бала білмесе, ол қалай мамандық таңдайды? Осы кезде ата-ана өзіне бір қалай айтсам болады, баласына деген бір жауапкершілікті бермегендігінің себебінен бала өзіне таңдауға құқығы бар екендігін де білмейді. Сол себепті мамандық таңдау кезінде ол бір немқұрайлы қарайды десек те болады. Жаңағы өзі қандай мамандық таңдаймын, немесе менің қызығушылықтарыма, қасиеттеріме, қабілеттеріме қандай мамандық келеді деген сұрақты оқушы өз-өзіне қоя алмайды, себебі оған дейін ата-анасы оған таңдау қабілетін немесе бір жауапкершілікті бермегендіктен ол өзінің жаңағы таңдау керек мамандығын кеш ойланады, өте кеш ойланады. Жаңағы 11 сыныптың соңында немесе ұбт тапсырып біткеннен кейін ойланады. Қазіргі таңда оқушылар айтып жатырмыз ғой, мамандықты өте кеш таңдайды деп. Жаңағы ұбт-ға дайындалу кезінде өздері таңдау пәндерін бір жылдың ішінде 2 рет ауыстырып жататын оқушылар да болады. Неге? Себебі өзінің мақсатының айқын болмағандығының себебінен жаңағы таңдау пәндерін 2 рет ауыстырып жататын болады. Бұл өте қате шешім. Неге? Себебі сол таңдау пәндерін ауыстыру арқылы ол өзінің біріншіден уақытын жоғалтады, болашақтағы таңдау керек мамандығының жемісін көрмейді, және де өзінің қызығушылығын былай айтқанда ысырып тастайды. Осы орайда айтқым келеді. Негізінен мамандық таңдауда бізде қателіктерден қазір айналамызда көп студент студенттер айтып жатқан көреміз.
осы мамандыққа біреудің айдауымен келдім, осы менің қалауымсыз болды деген осындай сөздер көп естіп жатамыз. Осылай қалыптасуға қандай бір себептер болды? Осыған тоқталайық. Ең бірінші, ол бізде оқушылардың өзінің әлсіз, мықты, дарынды деген тұстарын білмейді. Осы жерде әлсіз бен дарынды дегенді екі бөліп қарастыруымыз керек. Дарын ол бізде ол баланың бойында қалыптасқан, яғни талантты деп айтамыз. Осы жағына бір бойын ұсынбай, соны қарамай өзі мамандық таңдауы. Одан кейін барып басқаларға еліктеу, бағана біреудің өзінің ойының жетіспеушілігі, мысалға анау пәленше мынау мамандыққа бара жатыр екен, мен де артынан ерем деп осылай біреуге еліктеу арқылы ол өзінің бағана айтқандай уақытын жоғалтады, одан кейін барып өмірге деген бір мақсатын жоғалтады. Одан кейін барып тағы бір мәселе, ол мақсаттың дұрыс қойылмауы. Мамандық таңдауда негізі қателіктердің бірі ол мақсат. Мақсаттың өзіміз білеміз, ұзақ және де қысқа мерзімге қоямыз мақсатты. Қысқа мерзімге қойған кезде бағана айтайық, бір ақшаны қояды дағы, мына сумаға жетсем болды деген. Демос кейбіреу мүмкін қоятпай мақсатты ақшаға тікелей қойса, тең қылып қойса дағы. Егер мына мамандық таңдайтын болсам, мен ақшам көп болады дегендей. Бұл да өте қате түсінік. Мысалға кейбіреу көп ойлайды, қазіргі таңда стоматолог мамандығына баратындар, мына мамандыққа баратын болсам, бұның ақшасы көп, мен кейін мысалға байлық жағына көп акцент береді дағы. Халыққа, мысалға қоғамға қызмет ету деген жаққа көбісі мән бермейді. Негізі мақсаты осы мамандықтың өзі баяғыда жариялау, біреуге көмек беру ғой. Енді осы жерде мақсатты осылай беруді көбісі мән бермейді екен. Бағана айтып жатсыздар, ата-ана жақта деп ше. Ата-ананың арманы шынымен де баланың мамандық таңдауға бір әсерін тигізеді. Мысалға, қазіргі таңда көп көріп жатамыз, ата-анадан келетін қысым. Бала мысалы ата-ананың біреуі мысалға басқа мамандық иесі болған армандайды, кішкентай кезінен бастап сол арманға бір қол жеткізе алмайды. Кейбір өмірдегі бір моменттерге байланысты бола алмай қалады дағы. Одан өсе келе ол өзінің сүйген, жақсы көрмеген маманы болады. Баласы болады, баласы өседі, жасөспірім жасқа жеткен кезде баланың алдында бір өмірлік бір маңызды бір шешім болады, яғни мамандық таңдау. Осы жерде ата-ана өзінің кішкентай кезінде жақсы көрген мамандығын, өзінің жақсы көрген ісін осы баланың ойына шарт қояды. Өзінің орындалмай қалған жоспарын баласына құрып береді. И осы жерден, яғни көріп жатамыз, яғни бұл жерде қателікте баланы тыңдамаудан, баланы түсінбеушіліктен, баланың жеке ойын сыйламағандан бала осы мамандық таңдау деген жолда тағы бір бала өкінішке орай адасып қалады. Және де тағы айтқым келеді, ақпараттың бізде аз болуы, яғни қазіргі таңда ақпараттың жетіспеушілігінен көп балалар тағы да бір адасып кетеді дағы осы мамандық таңдау кезінде. Яғни бір мамандықтың 5 жылдан кейін, 10 жылдан, яғни не болмаса оқуды бітіргеннен кейін оның мысалға әлемдік нарықта, яғни еңбек нарығында оның маңыздылығы бар ма деген нәрсеге көбісі қарай бермейді. Тек қана мамандықтың кейбірі мысалы имиджіне қарап, мысалы маркетолог деген сияқты ең мысалға атауына ғана көп мән береді, оның мысалға кейін болашақта оның маңызына көп мән бермейді. Қоғамға қажет пе ол мамандық, дәл қазіргі кезде қажет емес па соған? Мысалы, бір жылдары юрист өте көп болды. 2013 жылы 43 мың ба юрист бітірген. Басым көпшілігі жұмыссыздықтан. Сол 43 мың бітірген түлектің басым көпшілігі қазір жұмыссыз, яғни өзінің мамандығы бойынша емес, басқа бағытта жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар осы тұста бір қосып кеткім келеді. Мысалы, біз мамандық таңдаған кезде жаңағы айтып өттік қой, жоғарғы оқу орнымен шектеліп қалады. Яғни алдағы 10-15 жылға емес, тек қана 5 жылдыққа ғана көз жүгірту арқылы, мысалы мен оқу орнына түстім, 4 жыл оқып шықтым, ары қарай не істеймін деп ойламайды ешкім. Олар көбісі, олар былай ойлайды, мен қандай университетке түсем, мен қандай жоғарғы оқу орнына түсем, қандай мамандық емес, ең бірінші жалпы түлектерде көбінесе қандай оқу орны деген сұрақ туындайды деген бір мәселе бар да. Олар тек қана 5 жылға ғана көз жүгіртеді. 5 жылдың ішінде менің 5 жылым мына осы жоғары оқу орнында қалай өтеді деген сұраққа ғана жауап беру арқылы бір мамандық таңдап кетеді. Сонымен қатар осы түлектердің мамандық таңдаған кезде ең бір мақсаты грант болады деп бағана айтып кеттік қой. Сол грант
таңдайды. Грант мысалға көбінесе техникалық бағыттарға бөлінетін барлығы біледі да. И өзінің андай бір қатты бір мақсаты жоқ, немесе өзінің қызығушылықтарын әлі анықтамаған бала өзін зерттеудің орнына ата-анасы сен грантқа түс деп қысым жасағаннан кейін барып, сол бір техникалық мамандықты таңдай салуы мүмкін. Былай қарап тұрсақ, ол бала мүмкін сол 11 жылдық мектеп білімінде физика пәнінен немесе математика пәнінен бір аса қатты бір білімі болмаса да, и сол пәндерді таңдау пән ретінде таңдап алады. Және де андай балалар кездеседі бізде, өзінің бір мамандығына емес, таңдау пәніне қарап мамандық таңдайтын. Яғни мысалы ол математика пәнін немесе бір химия биология пәнін қатты жақсы көреді деп алайық та, и оған болашақта там дәрігер болу немесе биология химия пәніне мұғалім болу немесе бір лаборант болу қызық емес, жай ғана өзі сол пәнді жақсы көргеннен кейін ғана сол таңдау пәнін таңдап тұр. Яғни біз мамандық таңдауымызға да осы бір мектеп жасындағы балалардың арасында грант мәселесі, таңдау пәні мәселесі бір өзекті рөл ойнайды. Сол бізде ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Емелбаев мырза мынандай бір сөз айтады екен да, 4 жыл ақшасыз, яғни грантта оқып, басқа бір бөтен мамандықта грантта оқып, 40 жыл ақшасыз жүріп қалудан қорықпайсыңдар ма деп. Яғни бала мақұл 4 жыл грантта оқиды, 4 жыл ата-анасының қалтасынан артық ақша шықпайды, бірақ ол кейін ол мамандықта жұмыс таба ала ма? Оның өзі бір үлкен сауалда. Сол мамандық таңдауда осы затқа үлкен мән берген дұрыс. Жаңа айтып жатыр ғой, грантқа аса қатты мән береді. Бірінші кезекте негізінен грант не үшін? Ең бірінші адам өзінің таңдаған мамандығына жақсы қарым-қатынас жасау керек. Жақсы қарым-қатынас ол өзінің мамандығын жақсы көру керек. Екіншіден, сол мамандыққа, сол салада мен қандай өзгерістер енгізе аламын, мен қандай пайдамды тигізе аламын деп қарау керек та. Біз грант деп 4 жыл тегін оқып, өмір бақи жұмыссыз қалуымыз мүмкін, өзімізді жоғалтып алуымыз мүмкін да. Одан да біз не істейміз? Грантқа түспей қалдық па, 4 жыл өмірімізді ауаға кетіргенше, одан да ақшамызды осы 4 жылға құйып, өмір бақи андай ләззатпен жұмыс жасау керек та. Негізі айтады ғой, қандай жұмыс жасасаң да, сен сол жерде лидер болу керексің. Хоть сен пол жусан да, күшті қылып жуу керексің деген сияқты да. Андай емес та. Беделі жақсы жұмыс, бірақ оның жасап жатқан жұмысы қоғамға ешқандай да пайдасын тигізбейді емес. Бедел, жұмыстың аты, ол қалай келдің, ол маңызды емес. Сен сол мамандықтың нағыз маманы болғаның маңызды. Осы жерде мен айта кетсем, менің ойымда грант деген қандай мағына береді? Яғни грант деген ол қандай жағдайда оқушының жеткен жетістігі болып табылады, когда жаңағы оқушы өзінің қызығушылығымен, қабілеттеріне сай, өзінің қалаған мамандығына түсіп, грантқа түсетін болса, онда ол жаңағы оқушының жетістігі болып табылады. Себебі ол біріншіден өзінің қалаған мамандығына түсіп тұр, яғни оны өзі қалайды, болашақта жұмыс жасағысы келеді, ақша тапқысы келеді. Екінші, жаңағы өзінің қабілеттері қызығушылықтарына сай. Яғни бұл жерде грант оған берілген бір ғажайып бір мүмкіндік сияқты. Яғни ол сол мамандықта оқу арқылы ешқандай артық ақша құртпайды. Керісінше сол мамандыққа болашақта өзінің үлесін қосады. Өзі бір андай үлкен жаңалық ашқысы келеді. Сол арқылы, жаңағы грант арқылы осы одан да үлкен жетістіктерге жетеді. Осы тұста бір айтып өткім келіп тұр. Грант бұл тек қана түлектердің арасындағы тартыс емес, бір ата-аналар арасындағы тартыс секілді көрінеді кей кезде. Себебі бірі айтып жатады, менің осындай балам, осындай деген жоғарғы оқу орнына түссе, сеніңше деген кезде ата-ана ыңғайсызданып қалады да, егер баласы грантқа түспей қалғанда. Сондықтан көбінесе түлектер сонымен қатар өздерін ғана емес, грантты ата-анасы үшін де грант таңдайды да. Себебі болашақта менің мамам мысалы өзінің қасындағы жора жолдастарының арасында ұятқа қалмасыншы, менің балам ақылы түрде емес грантта оқиды деген мақтаныш сезімі болсыншы деген мақсаттағына гранттарға қарай көп көңіл бөліп кетеді. Сонымен қатар біз кейде өзіміз қаламайтын мамандыққа сол грантқа түсіп кету арқылы сол мамандықты нағыз қалайтын адамның бір жолын байлағандай болып қаламыз. Мысалға, мен 90 балмен или там 125 балмен белгілі бір мамандыққа грантқа түскім келуі мүмкін. Мысалы, мен қатты математика мұғалімі болғым келеді, бірақ мен грантқа түсе алмай қалдым, себебі мысалға менен жоғары балл алған бала бірақ қатты математика мұғалімі болғысы келмейді ол, бірақ бәрібір сол мамандыққа тапсырады, и ол бала түсіп кетеді, мен түсе алмай қалам деген секілді.
и соңында ол бала 4 жыл грантта оқып, бірақ сол мамандық бойынша жұмыс істемейді, ал мен немесе соның әсерінен математикаға емес бір физикаға түсіп кететін болсам, менің жолым байланып қалады деген секілді. Сол себептен де осы бір мәселеге бір назар аударып мән берген дұрысырақ. Сонымен қатар мамандық таңдаудағы қателіктерге бізде болашақтың мамандықтары деп бағана айтып кеттіңіздер ғой. Енді грант мәселесінен бөлек бізде бағана айтып кеткенімізде ақпараттың жетіспеушілігінен қатар бізде ақпараттың массовый, яғни көп болуынан да осы бір үлкен бір қауіп қатер түсіретін балаға. Бізде таңдау қаншалықты көп болса, шешім шығару соншалықты қиын. Жаңа айтып өттік қой, 40 000 мамандық бар, бірақ біз сол 40 000 мамандықтың ішінен тек біреуін ғана өзімізге таңдап алуымыз керек. Ал адам бойында тек бірақ қабілет болмайды ғой, адам бойында көптеген қабілеттер бар. Әркім әртүрлі мамандықта, әркім әртүрлі сабақта өте жақсы біледі. Мысалы, бір адам барлық сабақ ағылшын тілінде білуі мүмкін, математиканы да білуі мүмкін деген сияқты. Ол адамның алдына таңдау тұрады. Бірақ сол таңдауды қалай жасау керек, мысалы ақпараттың көптігі дегеннен біз ашып қараймыз, қай мамандықтың ішкі саласы қандай, қай мамандық қиынырақ, қайсысы жеңіл деген сияқты. Бірақ біз көріп жатқан ақпараттың барлығы шынайы, я ішінде дәл осындай деген нақты дәлелдер жоқ қой. Сол ішінде кейде ақпараттың көптігі де зиянын тигізіп жатады. Бұл жерде ақпараттың жоқтығы емес, көптігі бізде бір қателік болып табылып тұр ғой. Яғни бұл жерде оқушы оған таңдау берілген кезде жаңа таңдаудың көптігінен ол сол ақпараттарды өзі бір белгілі бір фильтрден өткізіп, өзіне керек мамандықты, өзіне керек болашақта керек мамандықты табу керек. Яғни жаңағы көптеген ақпаратты фильтрден өткізу арқылы ғана ол өзінің айқын мақсатына сай мамандықты таба алады. Бағана да айтқанымызда, қаншалықты ақпарат көп болған сайын, оның ішінде дұрысы да бұрысы да көбірек болады. Енді тағы бір қателіктерге тоқталатын болса, ол бізде диплом үшін деген көп айтылады тоже. Енді диплом мысалға айтайық. Қазір таңда көп адамдардың бір басының өзіне бір 2-3 дипломнан жатады. Сол дипломда оқиды, сол маманда оқиды, сонымен диплом алады, бірақ сол диплом бойынша бізде жұмыс жасамайды. Сол диплом барлығы бізде сандықтың түбінде қаптаулы тұрады. Бұл неге алып келеді деген кезде, біз жұмыссыздыққа деген нәрсеге бір үлкен бір кірпіш ретінде бір кірпіш ретінде қалап береді ғой болашақты. Қазақстанның болашағы, яғни келесі нәрсе деп біз денсаулық жағдайын біз көп қарастыра бермейміз. Яғни мамандық таңдаған кезде біз көбіне бағана айтқандай тек мақсаттарға мән береміз ғой. Біз өзіміз бағанағы тән мен жанды біз ұйқастырмаймыз, яғни біз ұштастырмаймыз. Денсаулығымызға көп мән бермейміз. Бізде мамандық таңдаған кезде психикалық және де осы физикалық денсаулық маңызды рөл атқарады. Мысалға, жүрек ауыратын балалар мысалы ұшқыш бола алмайды. Немесе аллергиясы бар, мысалға балалар бізде химия саласында химик немесе шыдырғыш бола алмайды деген нәрселерді бір қарастыруымыз керек. Және осы жерде біз дәрігермен де ақылдасуымызды бір назарға аударуымыз керек. Тек қана мұғаліммен ғана емес, басқа да мамандық иестерімен де, иелермен де ақылдасып кеңес алуымыз қажет. Тағы бір мәселе ретінде айтып кетейік, көбінде біз мамандық таңдаған кезде ата-анамызбен біз ой алмастырған кезде, мына мамандықтың иесі болғым келеді деген кезде ата-анада бірінші позитивқа қарағанда негатив бірінші жүреді. Сол кезде бала өзінің ойын көбісі дәлелдей алмайды. Яғни осы мамандыққа мен мамандық иесі боламын дегенге өзін сол жерден сынып қалады. Сол жерден сынып қалады, өзін дәлелдей алмайды. Жақсы. Жалпы біз осыған дейін мамандық таңдаудың жалпы түлектердің немесе ата-ананың мектеп тарапынан және жіберілетін қателіктері туралы толық ашып айтқан секілдіміз. Ендігі таңда осы мамандық таңдаудағы қателіктердің алдын алу немесе осы дұрыс мамандық таңдауды қалай таңдау керек деген тақырыпта сөз қозғасақ. Бағана айтып кетті ғой, бірінші бала өзінің жақсы, мықты, дарынды тұстарын білмейді деген. Енді осы жерді қалай арттыра аламыз деген кезде, бағана айтқандай, қазіргі таңда бізде тесттер көп қой. Сол тесттерді түсіреміз. Мысалға, галапты айтсақ болады, галапты айтсақ болады. Одан кейін бар икигай бар. Икигай, осы нәрселерді бір маңызға ала отырып, бір шешімге келуіміз қажет.
Жалпы мұғалім ретінде, өзіміздің болашақ мұғалім ретінде осы бір мектеп тұрғысынан осы бір мәселенің шешімін іздесек. Мысалға, не істеуге болады? Мектептерде профориентолог мамандарын көбейту керек. Яғни олар оқушылармен тығыз жұмыс жасау арқылы, олардың бағанағы сіздер айтқандай қабілеттері мен қызығушылықтарын анықтап, сол бойынша оларға бір бағыт-бағдар көрсетіп отыру керек та. Сонымен қатар баланың қабілеттерін анықтау үшін, жаңа тесттерді айтып өттік, оларды алып кету керек. Және де мектептерде психологиялық және де психологиялық тренингтарды оқушымен де ата-анамен де жасау керек. Оқушыға егер де сен грантқа түспей қалсаң, егер де сен ұбт-дан төмен балл жинап қалсаң, ол ешқандай да бір қорқынышты емес, өмірдің соңы емес деген секілді басу айтуымыз керек. Және де ата-аналарға да сіздер балаларыңызды қинамаңыздар, балаларыңыздың өзі қаламайтын немесе сіздердің армандаған бір мамандықтарыңыздың бір түсуі міндетті емес деген секілді психологиялық жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Сонымен қатар мектептерде андай бір жобалар секілді жасауға болады. Мысалға, арнайы мектепке сол бір белгілі бір маман иелерін шақырып, бір ашық есік күні дейді ғой, бірақ соларды бір мамандықтарға біз баратындай жасасақ. Мысалға, бір күні шақырады, мұғалім де ол жерде, дәрігер де, инженер де, маркетолог та, бір финансист те барлығы келіп отырады. Бала кез келген өзінің бір болашақ мамандығы деп таныған маман иесінің алдына барып, өзінің қалаған сұрақтарын қояды. Сіз қанша айлық аласыз, немесе сіздің мамандығыңыз қанша уақытқа дейін жұмыс жасайды, сіздің мамандығыңыз өліп қалмай ма деген секілді сұрақтарды қою арқылы бір бала өзінің мамандығын жақынырақ танығандай болады. Сонымен қатар бұнымен ғана шектеліп қалмай, мектеп тарапынан оқушыларды бір арнайы сол маман иелерінің жұмыс жасайтын орындарына апарып көрсету. Мысалы, дәрігерлердің, хирургтардың жұмысын көрсетуге сол салаға қызыққан талапкерлерді, оқушыларды жинап алып, бір ауруханаларды аралату, немесе бір хирургтың операция жасап жатқан сәтін андай онлайн арқылы неден көрсете алады ғой, сондай бірге балалармен бірге тамашалау деген секілді. Немесе бір үлкен заводтарда химиялық бір андай жаңа қоспаларды өндіріп жатқан жерлерге балаларды апарып ішіне бір андай тур секілді жасау. Бұл баланың нағыз сол мамандықты мен қалаймын ба, сол уақытта мен өзімді қалай сезінемін, мен осы бір саланың болашақ маман иесі ретінде боламын ба деген өзінің көкейінде жүрген сұрақтарына жауап береді. Себебі бала бір мамандықты таңдап тұр. Мысалға, мен де мұғалімдік таңдаған кезде қатты қорықтым деген секілді ғой. Шынында да мен жақсы мұғалім бола аламын ба дегенде, мысалға, сол уақыттарда бір мұғалімнің мысалға пассивтік практикаға қатысып көру деген секілді, артында 11-ші сынып оқысаң да сәл қатысып отыру деген секілді. Осы сіздер тағы да қандай бір кеңестер ұсына аласыздар? Ең бірінші біз ұсындық қой, ата-ана мен бала арасындағы проблема болды ғой. Ата-ана мен бала арасындағы проблема, жаңа сіз айтып өттіңіз, әртүрлі тесттер жүргізу деп, ол жай ғана 11-ші сынып кезіндегі кез келген жағдайға алдын ала дайындау. Бірақ мамандық таңдау деген кезде ол тек 11-ші сыныпта жүргізілетін жұмыстар емес. Ең бірінші мамандық таңдау кезінде бала кішкентай кезінен бастап өз ойын анық жеткізу. Яғни ата-ана баласының ойын тыңдай алу, оның пікірін білу. Ол 11-ші сынып немесе енді ғана ес білген кезде қалыптасатын нәрсе емес. Ол басынан бастап ата-ана мен бала арасындағы бір дуалдың жоқтығы, яғни бір ашықтықтан, ашық сөйлесе алғандықтан мен осы мамандықты қалаймын, сіз маған осы мамандық ұсынып тұрсыз, бірақ ол маған ұнамайды деген нәрсені айта алуда болып тұрды. Мәселе, грантқа түспей қалды, бала өзінің қалаған мамандығында оқып қалды, сіз оның барлығына дайын болыңыз деп алдын ала дайындау емес, бір-бірінің пікірін, яғни баласының ойын, баласының өмірін грантқа қарағанда жоғарырақ қою деген мәселе. Бағана айтқанымыздай, бізде бала бір мамандық таңдау кезінде ода ата-анасымен банаға өзінің ойын алмасады ғой, пікір алмасып жатқан кезде ата-анаға бана айттық дәлелдеу керек. Сол кезде мысалы ата-ана болған ең қорқыныш болады. Баланы мысалы басқа қалаға жібермеу мүмкін, алыс болғаннан жібермеу мүмкін. Не болмаса осы баланың болашағына бір қорқыныш болады ата-анада. Яғни ол істей ала ма, қолынан келе ала ма деген нәрсе болады. И осы жерде бізде баланың позициясынан ата-анаға яғни өзін дәлелдеу керек. Яғни осы мамандықты ол яғни шын жүрегімен яғни сол мамандықтың иесі бола алатын дәлелдеу керек. Чтобы бізде кейін ата-ана өкінбес үшін, ата-ана қорықпау үшін.
Сонымен қатар біздің өміріміздегі ең үлкен қателігіміз бұл біздің өмірімізді бір ғана мамандықпен шектеп қою, бір ғана мамандыққа байлап қою. Ешқашанда біз қайта бір жаңа мамандықты оқу ол ешқашан кеш емес. Яғни біз жаңа айтып өткендей, жалпы мына әлемде 40 мыңға жуық мамандық бар. Сол 40 мыңға жуық мамандықтың барлығын біз 16 жылдың ішінде көріп үлгермейміз. Кейін мысалы біз уақыт өте келе араға жылдар сала 20 жасымызда, 21 жасымызда бір жаңашыл мамандықпен танысқан кезде біз бұрынғы 4 жыл бойы оқыған мамандығымызды артқа қалдырып жаңа қадам басуға қорықпауымыз керек. Яғни біз кеш ойланғанның кесірінен көп мамандықтардың былайша айтқанда ішкі кухнясымен танысып үлгермейміз. Сондықтан да біз уақыт өте келе оқуымызбен қатар басқа мамандықтарды зерделеп жүруімізге болады. Бұған ешқандай бір шектеу қоя алмайды. Сондықтан да біз бір мамандық ұнамай қалды ма, немесе 4 жылдан кейін ол мамандыққа қызығушылығымыз артпай қалды ма, сол мамандыққа деген бір талпынысымыз, табандылығымыз жойылса, біз басқа мамандыққа талпынысымыз ашылады, яғни бір есік жабылғанмен екінші есік бір ашылады десек болады. Сондықтан жаңа мамандыққа қайта білім алып, қайта оқуға ешқашан қорықпауымыз қажет. Сонымен қатар, біз мамандықты өзгертумен қатар оқушылар, түлектер бір жыл гапер алуға қорықпауымыз қажет. Яғни біз бір жылды жоғалтып аламын, босқа менің бір жылым босқа кетеді деген ойлар бізді мазаламау керек. Біз осы бір жылдың ішінде керісінше қандай қабілетіміз жақсы дамыған, қандай қызығушылықтарымыз біздің артып жатыр, біздің не нәрсеге құлшынысымыз бар деген сұраққа жауап алуға бір үлкен мүмкіндік. Сондықтан ата-аналар осы бір өзіңіздің балаларыңызға бір жыл мүмкіндік беруге қорықпаңыздар. Бағана Аружан апай айтып кетті ғой, әуел бастан балаға таңдау құқығы мен жауапкершілікті беру керек деп. Осы тұрғыда ата-ананың атқаратын тағы да бір қызметі бар да, балалардың көп үйірмеге беру деген секілді. Мысалға мен ана ретінде, мен әке ретінде өзімнің баламды бірнеше үйірмеге берем. Жас кезінен бастап, яғни 1-ші сынып немесе 4-ші сынып деген сияқты сол уақыттан бастап оның қызығушылықтарын анықтауда, балам неге қабілетті деген секілді. Мысалға бір 10 шақты үйірмеге беретін болсақ, бала 6-ші немесе 7-ші сынып оқып бастаған кезде өзі үйірмелердің санын азайтып бастайды. Мынаны мен қалайды екем, мынаны қаламайды екем деп. Сол бізде педагогикалық статистикалық мәліметтерде былай айтады. 1-ші сынып пен 5-ші сынып аралығындағы балаға толықтай 100% ата-ана жауапты. Яғни оның сол мамандыққа деген бір қызығушылығын ата-ана ашу керек та. Одан кейін 5-ші сынып пен 8-ші сынып аралығында 50% ата-ана, 50% мектеп жауапты. Яғни бағана біз мектептің жасап кету керек деген заттарын осы жерде мектеп өзі функциясын қосса болады. Сол кезде бала үйірмелерде ата-анасына айту керек, мама мен теннисті қалаймын, оказывается футбол менікі емес екен деген секілді. Сол кезде ата-ана мен баланың арасында ашық диалог болған кезде олар бір-бірін жақсы түсінетін болады және де болашаққа қарай бір жақсы қадамдар жасайды. Ал 9-ші сынып пен 11-ші сыныптың аралығында 100% жауапкершілік баланың өзінде болу керек. Мен осы мамандықты қалаймын, бітті, мен осы мамандықты таңдаймын деген балада уже саналы бір ой қалыптасу керек. Жаңағы жоғарыда көрсетілген қателіктердің шешімі ретінде жаңағы мектептегі мұғалімдердің де негізінде әсері бар. Жай ғана әсер емес, үлкен әсері бар. Неге? Себебі бала сол 10-ші 11-ші сынып оқып жүрген кезде ол так өзінде қорқыныш бар да, мен ата-анамның үміт ақтай аламын ба, грантқа түсе аламын ба деген қорқыныштар бар кезде мұғалім оған сенің қолыңнан келмейді, сен грантқа түсе алмайсың мынандай балмен, мынандай түрмен, мынандай процеспен сен грантқа түсе алмайсың деген сөздер арқылы оның жаңағы бойындағы стресс, қобалжу, уайым деген барлығын одан сайын түсіріп тастайды. Сол арқылы балада жаңағы самооценка дейді ғой, самооценкасы да төмен түсе бастайды. Яғни ол өзіне деген бір сенімсіздікті байқайды, сол сенімсіздігі уақыт өте келе арта береді. Осы жерде жаңағы мұғалімнің қолдауы оқушы үшін өте маңызды. Ата-ана секілді, яғни ата-ана қалай қолдау беретін болса, мұғалім де мектептің ішінде дәл сондай қолдау беру керек. Яғни сол мұғалімнің өзінде, сынып жетекшіде жаңағы проферонтологтың бір қабілеттері, білімі болу керек. Жақсы, мамандық таңдаудағы айтқан кеңестеріңізге рахмет. Енді кезекте осы жақсы маман болу үшін не істеу керек деген сауалға жауап берсеңіздер жалпы. Жақсы маман болу үшін ең бірінші жауапкершілікті ала білуіміз керек. Әрбір салада болмасын, әрбір маман айтады ғой, мамандықтың ешқандай жамандығы жоқ. Мамандық жоқ, бірақ та барлық мамандық ол бізде еңбекке, яғни бір дарынға, бағана айтқаныңызда бір жауапкершілікке тікелей байланысты. Соның барлығын өзіне ала білу керек. Біз егер маман егер өзі жауапкершілікті ала білген жағдайда ғана ол өзінің ісінің шебері болады.
және сол өзінің мамандығын жақсы көру арқылы ол ләззат алады деп айтты ғой бұны. И сол кезде болмайды бізде, адамда өкініш деген нәрсе болмайды. Яғни ол сүйіп таңдағаннан кейін, сүйіп болғаннан кейін өмірінің соңына дейін ол ләззатты ол күн сайын алады. Мамандықты дұрыс таңдағанда ең бірінші сол мамандықты сүю ғой. Ең бірінші кезекте өзінің мамандығыңа құрмет, одан кейін оны жақсы көру. Ал сен құрмет көрсетіп, өзінің мамандығын жақсы көретін болсаң, оның ішкі саласында да сен ең бірінші айтады ғой, шын жүрекпен жасалған кез келген іс-әрекет ол басқаларға пайдасы тиеді, өзіңе пайдасы тиеді, және де бір нәтиже береді. Біз өзіміздің мамандығымызды жақсы көріп таңдауымыз керек. Осы бағанадан бері айтылып жатқан сөздердің барлығы мамандықты дұрыс таңдау және оны жақсы көріп таңдау дегенге келіп тіреліп тұр да. Сонда жақсы маман болуымыз үшін ең бірінші не істеуіміз керек? Өзіміз сүйетін, өзіміз ләззат алатын мамандықты таңдауымыз керек. Және де біз сондай мамандық таңдасақ, ол салада біз лидер бола аламыз. Себебі жақсы көріп жасалған кез келген іс жақсы нәтиже береді. Сондай-ақ жақсы маман болу үшін ең алдымен адамның бойында өзіндік бір мінезі болу керек. Яғни мінез деген жалпы айтсақ, ол бір даралықтың бір белгісі де, сенің адам екеніңді, адами болмысың, яғни адами сипатың деп айтсақ болады. Осы жерде мынандай сұрақ келеді: мінезсіздің мамандығы мінсіз болады ма деген. Яғни кез келген демей ақ қояйын, өзімнің мамандығымды алып қарастыратын болсақ, яғни педагог мамандығын алып қарастыратын болсақ, педагог ретінде әрбір педагогте бір өзіндік бір мінезі болу керек. Неге? Себебі педагогте мінез болмаса, оқушылар оны тыңдамайды, оқушылар оған құлақ аспайды. Немесе педагог бергісі келген білімді оқушылар өздеріне сіңіре алмауы мүмкін. Неге? Себебі педагогте өзіне бір қажетті бір мінез жоқ. Яғни өзіндік бір сипатын көрсете алған жоқ ол оқушыларға. Сол себепті кез келген бір мамандықта өзіне тән бір мінез болу керек та. Әр адам сол мінезге қарай мамандықты мінсіз атқарып шығады деген ойдамын. Яғни қорытындылай келе бізде мақсат осы бір жылдың ішінде өзгертуіміз керек. Яғни мақсатты біз ақшаға емес, қоғамға және де осы халыққа қызмет етуіміз керек. Айтады ғой, бізде ақша табу үшін өмір сүрме, өмір сүру үшін ақшаны тап деп. Жақсы. Осы шынында да болашақта қандай мамандық таңдау керек деген сауалға біраз жауап алған секілдіміз. Айтқан ақыл кеңестеріңізге, ақылдарыңызға көп рахмет. Енді кезекте Саясат Нұрбектің мынандай бір осы мамандық таңдаудағы көмектесетін бір 3 сұрағымен аяқтағым келіп отыр. Ол біріншісі, оқушы бала өзіне мен не қалаймын және мені не қызықтырады деген сұрақты қою керек. Ал екіншісі, менің неге қабілетім бар және қандай дарыным бар деген сауалға жауап беру керек. Сонымен қатар үшіншісі, еңбек нарығында не керек. Яғни осы 3 сұраққа толық жауап берген бала өзінің болашақта кім болатынын дәл табады және де қоғамға қажетті сапалы бір шебер маман болып қалыптасады. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл деп Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыз айтқандай, адамзатқа пайдасы тиетін, қоғамға еңбегіміз сіңетін, барынша өзіміз сүйетін мамандықты таңдай білейік. Жақсы, бүгінгі подкастымызға атсалысқандарыңызға рахмет. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі шығарылымда жүздескенше.